Путиннің өзі 2017 жылы 11 майда Москвада митинг болған. Навальныйдың. Содан қашып Назарбаевқа Астанаға келіп, Назарбаев оны арақты беріп, әбден ішкізген ба білмеймін. Маған Москвадан бидик жіберді. Путин бидик тұр. Казахи наши братья. Это трагическая нация. 75% этого народа вырезано. Бауыздалған деді бидикта. Сонда мен қалай? 75% бауыздаған ба? Сонда біз 25 қалғанбыз ба? Онда қайда деді? Содан кейін Москвадағы айтты, не торопись, мы вам сейчас скажем. Содан кейін продолжение видео былай болды. Сталиннің приказы болған деді Путин. Түркские племена біреуін қалдырмай өлтіру керек, бауыздау керек. Олар біреуі тірі қалса, нам не жить деген. Түркские племена это казахи. Казах деген переводится свободный, бесстрашный. Бұлар ешқашанда қазақтар құл болмаған. Сталин айтқан, құл болмаған. Бұлардың қызы да, ұлы да воины. Бұлар бесстрашный, свободный народ. Бұлар біреуі тірі қалса, бізге нам не жить. Поэтому барлығын өлтіру керек. Сонда Иосиф Виссарионович, біздің Ванька бірінші неміске сатылып кетті Гитлерға. Екіншісі на белом коне с белым флагом шешендер кетті Гитлерға. А кто ж там воюет? Тюркские племена, казахи деген. Жуков. Сонда Сталин айтқан, что вы говорите? Тогда я приказ меняю. Ана тірі қалған қазақтарды, если біз жеңсек, ана үйлеріне жібермейсіздер, балагерян, қалған қазақтарды балагерян. Сонда екі қазақтың, мына бір қазақтың үстінен арыз жазып, сдаст, продаст, предаст. Соларды ғана үйіне жібереміз. Қазіргі мына тірі жүрген қазақтардың бәрі солардың тұқымдары, сатқындардың тұқымдары. Поэтому тұрмай жатыр. Мен о қазақтарға айтып жатырмын. Қазір мына өлген балаларды саттыңдар. Түрмеде мынандай адам көрмеген пытканы жасап жатыр. Оны жасаған ақасы периодеты мынандай неменен якуттарды әкеліп неше түріне жасап жатыр. Қалай сендер бүгін жай отырсыңдар? Қалай тамақтардың ішіп жатырсыңдар? Тамақты ішіп жатырсыңдар? Қалай бісміллә алла дейсіңдер, а? Нағылетсіңдер. Қазақты саттыңдар. Ертең сендердің балаларында да мен айтты демейді. Мен сақып